Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін бізде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы анықтама, телефонограмма. Сабағымыздың мақсаты анықтама, телефонограмма құжаттары туралы мәлімет беру, деректемелерін түсіндіру, оқушыларға іс қағаздан ресімдеуді бейімдеу, сауатты жазуға, құжаттары дұрыс толтыра білуге меңгерту. Құжат бланкілерін толтыру арқылы оқушылардың іскерлік дағдыларын қалыптастыру. Анықтамалы ақпараттық құжаттардың бір ерекшелігі олар басқару жүйесі бойынша төменнен жоғары қарай ресімделеді. Айталық қызметкерден бөлімше басшысынан ұйым басшысына, ведомствоға қарасты ұйымдардан жоғары орындарға қарай. Ақпараттық анықтамалық құжаттар бірнеше топқа бөлінеді. Бүгінгі осындай топқа жататын құжаттардың бір түрі анықтама. Анықтама дегеніміз не? Анықтама қандай да бір болмасын фактіні немесе оқиғаны сипаттап растайтын құжат. Анықтама жоғары тұрған органның немесе лауазымды адамның нұсқауымен жазылады. Ол қажет ететін мәліметтерден ғана тұрады. Анықтамада ұсыныс қорытынды болмайды. Мекеменің өз ішінде қажет анықтамаға мекеме басшысы қол қояды. Жалпы анықтама мазмұны бойынша екі түрге бөлінеді: қызметтік анықтама және жеке анықтама. Қызметтік анықтама лауазымды тұлға жүргізген қандай да бір тексерудің жиынтық нәтижесінде тұрады. Ал жеке анықтама жеке тұлғаларға беріледі. Оларда әдетте бір адамға қатысты қандай да бір мәлімет расталады. Мысалға, оқу орнынан анықтама, жұмыс орнынан анықтама, тұрғылықты жерінен анықтама, емханадан денсаулығы туралы анықтама, тағы да басқа. Анықтамалар бұрыштама бланкіде ресімделеді және оларда мынадай деректемелер болады: адресат, құжат түрінің атауы, анықтаманың реттік саны, күні, жасалу орны. Қызметтік анықтамаларда мәтіннің тақырыбы, мәтін, қосымшаның бар екендігі туралы белгі, қолы. Анықтама құжаты міндетті түрде тіркеу журналына тіркелуі керек және реттік саны қойылады. Әйтпесе анықтама жарамсыз болып табылады. Анықтаманың мазмұндық құрылымдық жүйесі: құжат атауы, негізгі мәтін, анықтаманың қандай ұйымға берілген туралы мәлімет, анықтаманың жарамдылық мерзімі жайлы мәлімет, анықтаманы беріп отырған ұйымның аты және анықтама беруші адамның қолы. Төменде көріп отырғанымыздай анықтама құжатының жалпы үлгісі берілген. Келесі тақырып бізде телефонограмма. Телефонограмма телефон байланыс арнасы арқылы ауызша берілетін және алушы жазып алатын құжат. Телефонограмма бір дана жасалып, оған басшы немесе жауапты орындаушы қол қояды. Егер телефонограмма бірнеше адресатқа жіберілетін болса, онда оған жіберілетін жерлердің телефон номерлері көрсетіліп отырып, тізімі қоса тіркеледі. Телефонограмма мәтіні 59 сөзден аспауы қажет. Айтылуы қиын сөздер, болмаса сөз тіркестері мәтін мазмұнында қолданбаған жөн. Хабарласқаннан кейін мәтін мазмұнының дұрыстығын қайталап оқып, тексеріп, пысықтап алу қажет. Қабылданған телефонограммалар тіркеу журналына тіркеледі. Үлгісі берілген телефонограмманы көріп отырғанымыздай. Енді балдар тапсырмалар. Төменде бірінші тапсырма: анықтама үлгілерімен танысыңыз дейді. Мына анықтама үлгісімен танысамыз, сол бойынша сұрақтарға жауап береміз. Анықтама кімге берілді, не үшін берілді, қайда тапсыру үшін берілді, анықтама кімнің атынан берілген. Екінші тапсырма: деректерді растау, жеке адамға байланысты ақпаратты растау. Бірнеше дана анықтама нөмірленеді. Анықтама мазмұны, анықтама мәтіні, етіс, соның ішінде ырықсыз етіс жинақтары арқылы анықтама мәтінін құрастыру. Және келесі тапсырма: жағдаяттар бойынша анықтама жазыңыз. Тапсырмаларды орындап, маған кері беріңіз.